Ассалаумағалейкум достар, қалаларың қалай, жақсысыңдар ма, амансыңдар? Бүгін мамыр айының 3-і кезекті қойларға түсірілім. Яғни бір ай 2 күннен кейінгі өткен айда сәуір айының 8 күнде түсіргем. Енді ұстағанда мамыр айының 10-ы 2 күн, бір ай 2 күннен кейін түсіріп тұрғам видеоларым. Араға бір ай 2 күн салып. Мынау алдындағы ақ қой. Айттым ғана құлайсыңдар деп. Мынау қара қой. Алдында келген. Мынау қойлар әлі көтерілген жоқ енді. Қойлар көтеріп қалды. Мына қызыл қойлар өз құйрықты жапты арқаға жинап жатыр. Қара қой да сондай. Ей, шығыңдар жүр. Шақам дедім ғой. Қойларда аппетит жақсы, күніне 3 шөліктен әрі бидаймен кебек араласқан жем жеп тұр. Қозылар да өсіп қалды. Жіптеуір болып қалды енді. Енді бір айдың көлемінде ұстасақ құрбан айтқа. Мына ақ қойды дайындап отырық. Құйрықтың өзі пока что мынандай. Екінші артындағы қой кетеді походу. Қара қой үшеуі. Ей, Зере, шық. Төртінші мына қой кетеді, мына қызыл қой. Бұның да құйрығы жіптеуір. Бесінші әне отырған ала қой. Осы бесеуін құрбан айтта Құдай қаласа сатып алсақ. Дәлше. Арман қарайтын қозылар бар. Соңғы келген қойлар бар. Солар кетеді деп отырық. Ендігі алдымдағы туша кетті 20 мыңға. Қойлардың бәрін тыныштық бермей, жегізбей, ішкізбей. Бір өзі ішіп жейтін ек, сол 20 мыңға алып кетті. 2 ай болған қозы, марттың 1-і туылған қозы, мына қозы. Артындағы қызыл қозы. Мына қозы. 2,5 айлық қозы. Неге қозы дұрыс өспей келеді қорықтан. Жүр. Қойлардың күйі пока что. Енді бір ай ұстасақ. Ойланбай нормально баға кететін шығар деп отырып қой енді. Жембе.